Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, ұстаздар, оқушылар. 1-5 ақпан аралығында өтетін политехникалық пәндер әдістемелік бірлестігінің тиімді оқытудың дәстүр мен жаңашылдығы атты апталығына қош келдіңіздер. Мақсаты білім берудің инновациялық әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы оқушының тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру, танымдық қабілеттерін дамыту және ұстаздар арасында өзара тәжірибе алмасу. Еліміздің үлкен тірегі болатын жас ұрпақтың терең білімді, жан-жақты дамыған зерек болуы заман талабы. Осыған байланысты оқушылардың шығармашылықпен айналысуына зерттеу сабақтары мен сыныптан тыс пәндік сайыстар өткізудің тигізер септігі мол. Сондықтан 5-11 сынып білім алушылар арасында математика, физика, информатика пәндері бойынша жоспарланған әртүрлі іс-шаралар апта бойы жүргізілмек. Қашықтан оқытудың ұйымдастырудың ең негізгісі әрине акті құралдары, қазақстандық платформалар. Оқу мақсатына сәйкес келетін цифрлық құралдарды таңдау арқылы қашықтан оқыту мен оқудың сондай-ақ дәстүрлі сыныптағы сабағымыздың тиімділігін арттыра аламыз. Осы телекоммуникациялық және ақпараттық құралдар негізінде әртүрлі педагогикалық қызмет түрлерін қолдануға болады. Қазақстандық платформаларды апталық барысында таныса аласыздар. Осы апталықта белсенділік танытып атсалысар деп сенеміз. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс. Оқыту процесінде қалай болса солай оқытпай, ғылым, білім беру жүйесі сақталу керек. Педагогикалық жұмыста шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Қазақтың тілі соншалықты мол, ләкин қазақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық, әм анық болар еді. Егер де біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың. Егер балалар бір нәрсені түсінбей отырған болса, онда оқытушы өзі кінәлі. Еңбекпен тапқан тамақ сіңімді әрі дәмді. Сол үшін әріптестер бірге жұмылып жұмыс жасап, өз қиындығымыздан өтейік. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, әуелі ақылыңызбен қолыңызды жұмылдырыңыз. Егер ақылыңыз дұрыстаса, көзбен көріп, жөнін тауып, мақұл көрсе, онда тіліңізбен қолыңызға ерік беріңіз. Байлық ол қанағатпен еңбекте.